Ақашева Айман Хайрошқызы 1947 жылы 19 наурызда қасиетті Ганюшкин елді мекенінде дүниеге келді. Текті әулеттің еңбекқор шаңырақтың перзенті болды. Әкесі Хайрош ұлы отан соғысының ардагері, ел қорғаған ер азамат. Анасы Жұмағаным ауыл аймаққа танымал ісмер, қолөнердің хас шебер еді. Оның қолынан шыққан алаша, кілем, киіз бұйымдары бүкіл өңірге тарап, жұрт кезекке тұрып алатын бағалы дүниелер болатын. Айман анамыз осындай мейірім мен еңбекке толы шаңырақта өсіп, 5 қыз, 1 ұлдың ортасында бауырмалдық пен жауапкершілікті бойына сіңіріп ержетті. Ол кісі кішкентайынан ата-анасына демеу болып, бауырларын қанаттандырып, өмірге бейімдеп, үлкен өмірге жолдама берген асыл жан еді. Кейін сол бауырларының Атырауға келіп, білім алып, жоғары оқу орындарына түсіп, жақсы қызметтерге орналасуына да Айман ананың еңбегі мен қамқорлығы зор болды. Еңбек жолын 1964 жылы Безымяныдағы Ломоносов мектебін аяқтаған соң, ауылдағы санитарлық эпидемиологиялық станцияда лаборант қызметінен бастады. 1966 жылы Атырау қалалық торговый училищесіне оқуға түсіп, білімін жетілдірді. 1967 жылы өмірлік серігі Октябрят Дошкановпен шаңырақ көтеріп, алтын құрсақты ана атанды. Бұл отбасында 9 перзент дүниеге келіп, бүгінде солардың 6-ы өсіп өніп, әр салада елге қызмет етіп келеді. Айман анамыз ана бола жүріп, еңбек жолынан ешқашан қол үзген емес. 1967 жылы Атырау қалалық гастрономында еңбек етсе, 1971-1977 жылдары Атырау балық зауытында абыроймен қызмет атқарды. Ол кезеңде КПСС партиясының 3 және 5 жылдық жоспарларын орындауда белсенділік танытып, үнемі алдыңғы қатардан көрініп, бірнеше мәрте үкіметтік марапаттарға ие болды. 1977 жылдың 1 қарашасынан бастап Дамбы 2 ауылдық байланыс бөлімшесінде пошта қызметкері болып еңбек етті. Бұл салада да өз ісіне адал, тиянақты, елге сыйлы маман ретінде танылды. 1993 жылы зейнет демалысына шықса да, еңбектен қол үзбей, 1993-99 жылдар аралығында Балықшы аудандық санитарлық эпидемиологиялық станцияда жұмысын жалғастырды. Айман анамыздың өмір жолы адалдық пен еңбектің, мейірім мен адамгершіліктің айнасы болды. Ол кісі өте алғыр, көпшіл, жүрегі кең, бөтенді бауырына тартатын ерекше жан еді. 40 жылға жуық уақыт бойы тынымсыз еңбек етіп, құрметті еңбек демалысына шықты. Күміс алқа иегері, ауылдың құрметті азаматшасы атанды. Бүгінде ұл қыздарынан өрбіген 11 немере жиеннің аяулы әжесі ретінде мәңгі есте қалды. Біз үшін ол тек ана емес, өмірдің шамшырағы, мейірімнің бастауы, ақылдың қазынасы еді. 2025 жылдың маусым айында Айман анамыз мәңгілік сапарға аттанды. Биыл ас беріліп, 1 жылдық еске алу сәті. Сағынышымыз сыздап, жүрегімізде орны толмас мұң қалған күн. Әкеміз Октябрят Дошканов 2021 жылы өмірден озды. Екеуі де өмірде өнегелі із қалдырған, жарық жұлдыздай жарқыраған асыл жандар еді. Әкемізде өте жайдары, кеңпейіл, елге сыйлы азамат болатын.
Бүгін біз сол қос асылымызды еске алып, рухтарына Құран бағыштап, сағыныштан жүрек сыздап, көз жасымызды тия алмай отырмыз. Бейнелеріңіз төрімізде, жан жылуларыңыз жүрегімізде. Сағынышымыз мәңгі, махаббатымыз өшпес. Сіздер отырған шаңыраққа барсақ, иістеріңізді сезгендей, дауыстарыңызды естігендей боламыз. Қабырғаға қарап үнсіз тұрып қаламыз да, көз алдымызға сіздердің күліп жүрген бейнелеріңіз елестейді. Әр бұрышта сіздердің ізіңіз, әр затта сіздердің жылуларыңыз қалғандай. Сол сәтте жүрек қатты сыздайды. Бір сәтке бәрі тірі сияқты көрінеді. Бірақ тек қана сағыныш үн қатады. Дауыстарыңызды сағындық, жылы сөздеріңізді, мейірімді көзқарастарыңызды сағындық. Келіп құшақтап алатындай күндерді сағындық. Анашым, әкетай деп айта салатын сәттерді аңсаймыз. Жүрек әлі де сіздерді іздейді. Сіздер кеткен жоқсыздар. Сіздер біздің әр демімізде, әр дұғамызда, әр жүрек соғысымызда бірге жүресіздер. Жандарың жаннат бағында болсын. Алла тағала қабірлеріңізді нұрға толтырып, кең әрі тыныш еткей. О дүниедегі мекендеріңізді жұмақтың бақтарынан қылып, мәңгілік рахымына бөлесін. Жақсылықтарыңызды жалғастыратын ұрпақтарыңыздың дұғаларын Алла қабыл еткей. Сағына сарғая еске алушылар ұрпақтары. Тағдырға адам төзеді, күдерін үзбей күйбеңнен, келгенше бір күн кезегі жалған дүние.